Қайырлы күн достар. Мына қазір бүгін біз осы каргоны аралап, Қазақстанға, Россияға жіберіп жүрген кісілермен біраз араласып, танысып отырып, Саша деген жігітпен кездестік. Бұл осы 622 карго компаниясының өзінің директоры. Бұл кісімен қазір біз көптеген сұрақтарды шешім таптық. Бұл кісі өзі біраз жыл болған екен, Россияға жіберіп отқанына, және де мысалы Қазақстанда да өздерінің представительдері бар. Енді қазір бізде осы кісімен жұмыс істесек па деп отырмыз. Және де бұл кісі бізге жақсы өзінің жаңағы условияларын қойды, жақсы, өте тамаша, бізге ұнап отыр. Барлығын есептеп, шаймен де қарсы алып отыр. Бұл жақта бір жақсы айтатын нәрсе, кез келген барсақта, мысалы қазақтарда қонақжай десек те, қытайлықтарда өте қонақжай, шаймен, бәрімен қарсы алып бізді неғып отыр. Ең басты мәселе, мысалы бұл кісіде жаңа технологияларды, жаңа дүниелердің барлығын жақсы біледі. Қазір бізге алып келіп көрсетіп отқаны, ыдыс, қазір бізде көп жол жүретін кісілер өте көбейіп жатыр. Сол кезде машинамен тоқтатып қоясызда, тамағыңызды кез келген жерде, мысалы машинада отырып, тамағыңызды ысытып жей беруге болады. Өте жақсы. Бұл енді бұның өзі қазір Ресейге енді кетіп отқан дүниелер. Соны біз айтып түсіндіріп отырмыз. Осы сізге бұл да айтып отыр. Қазақстан Ресейден 2-3 жылға артта келе жатырмыз. Осыны қазір бізде заказ беруімізге болады. Жалпы мәселе бұда емес. Жалпы мәселе бұл кісінің да айтып отқанында шын көңілмен жұмыс істеу. Честность дейді ғой, адамның дүниесін бәрі соған келіп тіреледі. Сол себептен жібек жолын жаңғырту бізде курста оқыған кісілерге осындай карголарды біз беріп отырамыз міндетті түрде. Бұл кісілерді сосын мынандай да жағдай бар, заводтан осы жаққа келіп, және де бұл кісілер тексеріп бер десе, оның қосымша ақылары бар. Тексеріп бер дейтін болса, мынандай кез келген тауарларды тексеріп Қазақстанға салып береміз. Және де тауарды сол Қазақстанға барған кезде де сол кез келген тауарға жауап береміз деп отыр. Енді біз қазір келісім шартқа отырып жатырмыз. Алдағы уақытта қазір біз электробайктерде бұларында өздерінің таныстары бар екен. Солармен де келісіп, қазір алдырамыз экспериментальны бір-екеуін, содан кейін барып, осы кісілермен де жұмыс істеуге дайынбыз. Және де бұл кісі бір жақсы жері орысша түсінеді екен. Бізде орысша түсініп, біз жақсы сөйлесіп отырмыз. Ешқандай переводчиктің ештеңенің қажеті жоқ. Енді осы туралы толығырақ білгіңіз келсе, сіз алдағы тренингте біз карго туралы, заводдар туралы, және де кантон көрмесі туралы көптеген ақпараттар айтамыз. Қазір бұл каргоны көп түсіреміз, қандай тауарлар жіберіп жатыр, және қалай жіберіп жатыр деген сияқты. Сол туралы ақпарат білгіңіз келсе, осы видеоның астына өз номеріңізді қалдырыңыз. Міндетті түрде біздің менеджерлер хабарласады. Алдағы болатын тренингте мен осы туралы көптеген ақпараттар беремін.